Әйелім менің көзіме шөп салып жүрген секілді. Менің үйленгеніме 3 жылдан асты. Алланың нәсіп етуімен ұлды да болдық. Қуанышымда шек жоқ. Жұмыстан шыға сала дереу үйге қарай асығамын. Себебі балапаным күнде кешкісін мен есікті ашқаннан папа деп құшақтап алады. Оның қылығына тоймай мейірленіп сүйе бергім келеді. Бірақ үйге қарай асығуымның екінші бір себебі үйге кетіп бара жатып басыма неше түрлі жаман ойлар келеді. Құдды бір әйелім менің көзіме шөп салып жатқандай. Қазір үйге кіріп қалғанда екеуін ұстап алатын секілді жаман ойлар мазалап тұрады. Осындай жағымсыз ойлардан көңіл күйім түсіп үйге жабырқап кіремін. Алайда баламды құшақтап сүйгенде бәрін ұмытып кетемін. Жалпы әйелімді қызғану неден басталды? Біріншіден, мен әйелімнің пәктігін алған жоқпын. Онымен кездесіп жүргенде мен оған тиген емеспін. Мүмкін басқа қызды қалап қалсам, оның көз жасына қалып қалмайын деп өзімді өзім ұстап жүретінмін. Кейін уақыт өте келе бірте-бірте оған бауыр баса бастағанда оған деген сезімім ұлғая түсті. Ақырында үйдегілер үйлен деп қоймаған соң, бұлай жүре бергенім жөн болмас деп жүріп жүрген қызыма үйлену туралы ойымды айттым. Ол алғашында қарсы шықты. Неге екенін мен басында түсінбедім. Кейін оңаша шақырып ашық сөйлескенде ол маған бар шындығын айтып берді. Менің алдымда оны басқа жігіт алдап кеткенін, қыз емес екендігін жеткізді. Ол маған тимей жатып шындықты айтқан үшін, мәселенің бетін ашып алған үшін оған риза болдым. Себебі біздің оңтүстікте беташар тойы өткеннен кейін ерлі-зайыптылар алғаш қосылғанда жеңгелер қыздың пәктігіне куәлік беру дәстүрі бар. Егер қыз таза шықпаса, оның арты дауға ұласып, жас келінді қайтарып жіберуге дейін барады. Мен өз басым осы дәстүрді дұрыс деп есептеймін. Себебі ұрпақ тазалығы ең маңызды міндет. Енді біреудің тұнығын басқа біреу лайлап кетсе, ол кімге жақсы дейсің? Дегенмен ол маған жылап тұрып шындығын айтқан үшін, осыдан соң саған үйленуге қарсы болдым дегеннен кейін оны жылатып тастағым келмеді. Оған дәтім шыдамады. Оның үстіне несін жасырайын, қатты сүйдім. Болашағымды сонымен ғана елестетіп қойдым. Ар ойланып, бер ойланып, оған кешіріммен қарап алатын болып шештім. Үйдегілердің бәріне мен жас бала емеспін, оның пәктігін өзім алып қойғам, тексермей-ақ қойыңдар дедім. Сонымен екеуміз үйлендік. 2-3 ай ата-анаммен бірге тұрып, бөлек шығуды ұйғардық. Себебі оның да менің де жұмысым қалада болды. Басында менде оған деген күдік жоқ болатын. Бірақ бір емес, екі емес, күнде кешкісін телефонын құшақтап, сыртқа шығып кете беретін болды. Ата-анасымен сөйлесетін шығар, менің көзімше ыңғайсызданатын болар деп елемей жүрдім. Бір күні темекі тартайын деп далаға шығып қалсам, жаным, мен сені сүйемін, сені ұмыта алмай жүрмін. Сені ұмыту үшін басқаға үйленсем де, саған деген сезімім басылар емес деп телефонда ұрып отыр. Естімеген адам секілді қасынан өтіп кетіп едім, дереу телефонын қоя салды. Осыдан кейін тыныш ұйықтай алмайтын болдым. Түнімен басыма неше түрлі жаман ойлар келіп, шашыма қара бастады. Айтайын десем, нақты ұстап алмаған соң, ол бәрібір мойындамайтынын білдім. Мүмкін, мен қате естіген шығармын деп өзімді өзім жұбатып қоямын. Бірақ ана сөз құлағымнан еш кетпей қойды. Содан бастап әйелімді аңдитын болдым. Ұялы телефонын күнде тексеремін. Кімге қоңырау шалды, кімнен SMS келді. Егер біреуден хабарландыру келсе, дереу телефонын бірінші алуға тырысамын. Үсіп жүріп бір күні электронды поштасын ақтардым. Подружкасымен жазысқан SMS-лерін оқыдым. Мен оның сүйемін, оны ұмыту үшін басқа күйеуге тисем де есімнен кетер емес. Қазіргі күйеуім ол сияқты бола алмайды, оған деген сезімім тым күшті деп жазғанын көрдім. Ананы оқып қаным басыма шапты. Тіпті әйелімді сөзге келместен бауыздап өлтіріп тастағым келді. Тіпті әйеліме әңгімені неден бастарымды білмеймін. Ашудан дірілдеп дүкеннен бір шиша арақ сатып алдым. Ешкімге айтпай үйге қамығып арақты іше бердім. Әйелім жұмыстан үйге кіргенде сұсты болып тұрған түрімді көріп қатты қорқып кетті. Ештеме айтпастан мынауың не дедім. Әйелім ақталған жоқ, тек жылап отырды. Ашумен ішкен арақ адамды жынды қылып жібереді екен. Мастықпен не айтып, не қойғанымды білмеймін. Bir қарасам үйде жалғыз жатырмын, әйелім жоқ. Үйдің бәрі шашылған, арақтың бөтелгесі, тәрелке,
кеселер сынған, басым мең-зең. Көршілерім үйге келіп, сен ішіп алсаң, жынды екенсің ғой, әйеліңді пышақпен қуып жүрсің дейді. Бір кезде есімді жиып досымды үйге шақырып, әйеліме телефон шалсам, соткасы өшіріліп тұр. Сосын досым әйелімнің туысының үйіне барып, оны қайта үйге алып келді. Ештеме айтпадым, тек ажырасқым келді. Бұдан кейін онымен бірге тұру мүмкін емес дей сезіндім. Мен саған ренжімеймін, артық кетіп қалсам мені кешір, екеуміз айырылысамыз, мен бұлай өмір сүре алмаймын дедім. Ол жылап кешірім сұрады. Енді қайталамайтынын айтты. Барын шақталды, бірақ оның ішінде менің балам барын ұғып қайта ойландым, ақылға салдым. Әрине, өте қиын, ішім қан жылайды. Бірақ тағы да кешірдім. Мүмкін мен сіз сорлы деп ойлайтын шығарсыздар. Дегенмен мұндай жағдайда не істеу керек мен білмеймін. Себебі мұндай жағдай басынан өмір өтіп көрмеген болатын. Достарыма да айтуға ұяламын. Тек іштей налимын. Жатсам да, тұрсам да, сол бәле есіме түсіп, бақытты отбасы болуға деген арманым су сепкендей басылып қалады. Жүрегім ауырады. Осыдан кейін әйеліме деген қызғанышым одан сайын артып кетті. Сәл бірдеңе болса, бір жігітпен сөйлесіп қойса, тіпті біреуге күліп қараса да, қабағыма бірден қар жауып кетеді. Тіпті осы қызғаныштың кесірінен сен неге менің әйеліме күліп қарайсың деп туыс ініме де сабап тастадым. Әлі күнге дейін осы ісі жаныма қатты батып жүр. Ұмыта алмаймын. Енді не істеуім керек, баламды қимаймын. Бірақ қызғаншақтығым қазір әдетке айналып бара жатқандай. Тым қатты қызғана беру де жақсылыққа апармайтынын жақсы түсінемін. Дегенмен ойыма сол бірісі келеді де тұрады. Үйге кіріп келе жатсам да құтты бір соны басқа біреумен ұстап алатын секілді болып тұрамын. Бұл аурудан қайтып құтылуға болады. Әлде бәрін тастап өмірді қайта бастауым керек пе? Не ақыл қосасыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер.